Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін бибайша, сіздермен езілмейтін, дана болып шығатын палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Ал бисмиллах деп, бірінші осылай сәбіздерімізді, пиязымызды, етімізді, менде күріш, лазер күріші, қарапайым күрішті қолданып істесеңіздер де өте дәмді шығатын палау. Ал бисмилля деп бастайық. Бірінші сәбізімізді осылайынан турап дайындап алатын боламыз. Сәбізімізді қанша жұқа турасақ, соншалықты палауымыз әдемі болып шығады. Сәбіздерді езілмей дана болып шығатын болады. Осылайынан жұқалау етіп сәбіздерімізді турап алатын боламыз. Бірдей көлемде турау шарт емес. Осылайынан ұзынша қылып турап алсаңыздар жеткілікті. Мен бұл жерде 1 кило күрішке осындай 3 сәбіз қостым. Сіздер сәбізді көбірек қоссаңыздар бола береді. Қанша сәбіз көп қоссаңыз, сонша дәмді шығады палауымыз. Осылайынан барлығын турап алатын боламыз. Сәбізімізді, туралған сәбіздерімізді бір ыдысқа салып қойып, жуамызды айтаріздес қылып турап алатын боламыз. Бұнда менде бір үлкен пияздарыңыз кішкентай болса, екеу салсаңыздар болады. Палауға пияз көп салсаңыздар, өте дәмді шығады палауымыз. Осылайынан барлығын кесіп дайындап аламыз. Менде бұл жерде етіміз туралған ет, барлығын осылай бөлек қылып турап алатын боламыз. Сүйегін, етін бәрін майдалап турап алатын боламыз. Майымызды құйып, осындай шөмішпен мен 1 кило күрішке 3 шөміш май құятын боламын. Бір жерлерде ожау деп айтады. Біз жақта оңтүстікте шөміш деп айтады. Осыдан 3 шөміш құйып алатын боламыз да, қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, қып-қызыл етіп қуырып алғанша күтетін боламыз. Пиязымыз жақсылап қып-қызыл сары реңге келгенше жақсылап отырып қуырып алатын боламыз пиязымызды. Қызарған пиязымыздың үстіне осылайынан еттерімізді салатын боламыз. Еттерді майдалап турап алдым. Қатты майда емес, орташа көлемде осылайынан қуырып алатын боламыз енді. Менде бұл жерде тұздалған ет, сол үшін мен біраз қуырғанша тамағымызға тұз салмайтын боламын. Енді осының үстінен, жақсылап қызарған етіміздің үстінен сәбізімізді салып, оны да жақсылап араластырып қуырып алатын боламыз. Бірінші осылай сәбізімізді салып, бір 5 минутқа қалдырамын. Одан кейін араластырып, қуырып, үстінен енді суымызды құятын боламыз. Қатты қуырып жібермеңіздер. Сәбізімізді осылайынан өзінің бетіне салып, өзінің сөліне біраз қуырып алатын боламыз. Үстінен тұз сеуеміз енді. Тұз сеуіп, үстінен суымызды құйып, баяу отқа қайнауға жіберетін боламыз. Менде бұл жерде 1 сағат қайнады. 1 сағаттан кейін күрішімізді салатын боламыз.
осылайынан суды көп құймаймыз. Беті ғана жабылса болды. Сәбізіміздің, етіміздің беті жабылса болды. Осылайынан қайнатуға жібереміз. Менде ровно 1 сағат қайнады. Өте әдемі, қып-қызыл болып, осылайынан қайнап шықты. Енді үстінен бәндегі жуып алған лайзер күрішімізді салатын боламыз. Қайнап тұру керек бізде. Астын қатты қойып, жақсылап қайнатып алып, одан кейін күріш салатын боламыз. Күрішімізді жақсылап салып, үстін сумен бетін жабылғанша жауатын боламыз да, оны да су тартылғанша жақсылап қайнататын боламыз. Мен бетін жаумаймын қазанның, осылай ашып қойып қайнататын боламын. Біреулер сіздер жапсаңыздар да болады, енді әркімнің өз таңдауы, жауып пісірсе де, ашып пісірсе де. Осылайынан күріш пісірген кезде суды аз құятын боламыз. Неке үстіндегі мүлдем суы қалмады күрішіміздің. Осылайынан енді бұқтыратын боламыз. Бұқтырған кезде де су құймаймын, өзінің сөліне, өзінің суына пісетін болады күрішіміз. Осылайынан барлық жағын осылай көтеріп аламыз да, доп-домалақ қып бір жерге жинайтын боламыз. Ортасынан теспейміз, дәл осы тәрізде жинап алып пісіретін боламыз. Өте әдемі болып піседі. Арасы піспей қалады деп қорықпаңыздар, толықтай ортасы пісетін болады. Жауып, мінекей күрішіміз дайын болды біздің. Бетіне зіра сепкенмін. Сіздер күріштің сорпасына салсаңыздар да болады. Қараңыздаршы, өте әдемі болып шыққан, езілмеген бізде күріштеріміз. Дана-дана болып, сәбізі бір бөлек, еті бір бөлек, күріші бір бөлек болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер, дәл осы тәрізде. Етімізде жұмсақ әдемі болып піскен. Ал енді ыдысымызға салып алатын боламыз. Шашырап тұрып пісіп шыққан біздің күрішіміз бір-біріне жабыспайды, байқасаңыздар. Өте дәмді болып шықты. Осылайынан барлығын салып, кешкі асқа, түскі асқа жасап берсеңіздер, өте керемет болып шығады. Үйіңізде бар көкөністердің, пияз, укроптарды сеуіп жесеңіздер, өте тойымды тамақ. Жасап көріңіздер, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Дәл осы тәсілмен жасасаңыздар, өте дәмді шығады. Ал бізге ас болсын, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.